Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын қуырдақтың дайындалу жолымен бөлісемін. Әр өңірде енді әртүрлі атап жатуы мүмкін, бұқтырма, сірне деген сияқты. Негізінен қуырдақты жаңа сойылған малдың балғын етінен дайындайды. Қалауларыңызға қарай енді етпен бірге өкпе, бауыр, жүрек немесе ішек қарынында қосып жасасаңыздар болады. Бірақ менде ондай мүшелері болмағандықтан тек қойдың өзінің еті мен құйрық майынан жасайын деп тұрмын. Кез келген тағамға ерекше дәм беретін ол құйрық май болғандықтан құйрық майды осылай бірінші өзін ірілеп турап аламыз. Және де қара кесек еттерінен де қатты ұсақтап жібермей ірілеп тураймыз. Өйткені қазір қуыру барысында да біршама көлемдері кішірейетін болады. Мінекей осылайша барлығын турап дайындап қойдық. Қазір енді қуырдағымызды қуыруға кірісеміз. Негізінен қуырдақты жаңағы малдың өзінің іш майына да қуырсаңыздар болады. Бірақ мен бірінші қазанға бір кеседей сұйық май құйдым. Одан кейін бірінші құйрық майды жақсылап қызарғанша қуырып, кішкене майын шыжғырып шығарып алатын боламын. Одан кейін ғана барып етті салып қуырамыз. Құйрық май шамамен 10-15 минуттың көлемінде осылай қызарып қуырылғаннан кейін үстінен жаңағы ірілеп туралған етімізді саламыз. Етті салғаннан кейін араластырудың қажеті жоқ. Осылай қазанның қақпағын қиялап жауып, бір тағы 15 минутқа қалдырып қойсаңыздар болады. Қазанның асты жабысып қалады деп қорықпаңыздар. Мінекей осылай қалдырамыз. Шамамен 15 минуттай уақыт өткеннен кейін қазанның қақпағын ашып қараймыз. Еттің бойынан көріп тұрғандарыңыздай өзінің сөлі, яғни біршама суы шыққан. Тағы да осылай араластырып қоямыз. Енді бетін жауып, тағы да бір жарты сағат уақытқа қалдырамыз. Біздің етіміз жақсылап әдемі болып қуырылу керек. Газдың асты бізде қатты болып шығып тұрады, ал енді етіміз қуырыла берем дегенше біз 2-3 бас пиязды ірілеп турап дайындап қоямыз. Менде пияз кішкене аздау болып қалды, сіздер кішкене көптеу қоссаңыздар болады. Кәдімгі күнделікті тағамға турағандай осылай жартылай сақиналап пиязымызды турап аламыз. Каналымда үнемі шығып отыратын осындай қазақ тіліндегі пайдалы әрі қарапайым рецептерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться қызыл батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Мінекей жарты сағаттың көлемінде біздің етіміз қызарып әдемі болып қуырылып жатыр. Енді үстінен жаңағы туралған пиязымызды салып жақсылап араластырамыз. Осы уақытта дәміне қарай тұзын қоссаңыздар болады, бірақ менде ет тұздалғандықтан тұз қосқан жоқпын. Кішкене ғана қарабұрыш қосып, тағы да жақсылап араластырып алдым. Пиязымызды жұмсарғанға дейін тағы да біршама уақыт қуырамыз. Негізінен қуырдаққа су құйылмайды, бірақ егер асты қатты жабысып жатқан жағдайда аздап құйсаңыздар болады. Мінекей осылай қақпағын жауып қойып қуырамыз. Ал оған дейін біз қуырдаққа қосатын картобымызды турап дайындап қоямыз. Менде бұл жерде шамамен 1 килограммдай картопты осылай қатты ірілемей, орташа қалыңдықта әдемілеп турап аламыз. Енді бұл картобымызды етіміз пісуге жақын қалғанда саламыз. Еттің пісуі ол малдың жасына тікелей байланысты. Егер жас мал болатын болса, 1 сағаттың көлемінде пісіп қалады. 1 сағат, 1,5 сағат өткеннен кейін осылай картобымызды әдемілеп салып аламыз. Осы сәтте барлығын жақсылап араластырып алып, қатты отта 5 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін газдың астын орташа етіп қойып, қақпағын жауып, картобы піскенше жарты сағат уақытқа қойып қоямыз. Ол аралықта қазанның қақпағын ашпай-ақ қойыңыздар, өйткені қазанның қақпағын қайта-қайта ашып араластыра берген сайын картобы езіліп кетуі мүмкін. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, менің қуырдағым шамамен 2 сағаттың көлемінде осылай жұмсарып әдемі болып пісіп шықты. Дайын болған қуырдағымызды ыдысқа салып, ыстықтай дастарханға ұсына берсек болады. Негізінен бұл қуырдақтың да өзінің жаңағыдай дайындалу жолына байланысты әртүрлі атауға ие болған түрлері бар екен. Мысалы, бал қуырдақ, су қуырдақ, қара қуырдақ, сүр қуырдақ деген сияқты. Бірақ осы қуырдақтың ішіндегі ең төресісі бал қуырдақ екен. Ежелде қазақ халқында алыстан келетін сыйлы қонақтарға жаңа сойылған малдың балғын етінен былбыратып, жұмсартып пісіріп, осылай ұсынған түрін бал қуырдақ деп атаған екен. Сойғандарыңыз қой болсын, үйлеріңізде әрқашан той болсын, үйлеріңізде ет таусылмасын. Осы видео рецепт сіздерге ұнаса, пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар.